Бананда кездесетін жаңа вирустан 23 адам қайтыс болған рас па? Қазет қолданушылары бір-бірін Қытайда Синхуа ауруханасында 23 адамның өліміне себеп болған N7-N90 жаңа вирус туралы ескертуде. Хабарламаға сәйкес, қорқынышты аурудың қоздырғышы бананда болады. Бұл Ресей мен Украинада жыл басында тараған жалған ақпарат екені белгілі болды, деп хабарлайды Ел-Кз ақпарат агенттігі StopFake сайтына сілтеме жасап. Кеше түнде Синхуа ауруханасында N7-N9 вирусын жұқтырған 23 адам қайтыс болды. Ең үлкені 35-те, ең кішісі 1 жаста болған. Олармен байланыста болған дәрігерлер карантинге жатқызылды. Астананың жаңалықтарында бананды, әсіресе оңтүстен әкелінген бананды уақытша алмауды өтінді. Бұл хабарламаны өзіңіз алаңдайтын адамдарға, әсіресе топтық чаттарға жіберіңіз. Өз денсаулығыңыз үшін таратыңыздар, өтініш. Банан жеуді азайтыңыз. Бірден жіберіңіз. Жауап берудің қажеті жоқ. Басқа адамдарға да өздеріне қамқор болуға көмектесіңіздер делінген хабарламада.